Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздерге мраморный печенье рецебімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, қант, жұмыртқа, ерітілген сары май, какао порошок, сахарная пудра, разрыхлитель, шымшы тұз. Алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерге араластырып аламыз. Ерітілген сары майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Ұнға какао порошок, разрыхлитель, шымшы тұзымызды салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Тестіміз осындай болып шығу керек. Алдын ала протеин сахарный пудраны дайындап қойдым. Тестіні алып, дөңгелектеп сахарный пудраға аунатып аламыз. Печеньемізді 180 градусқа 15 минутқа пістіріп аламыз. Достар, міне печеньеміз дайын. Осы видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.